Ертеде бір ана ешкі мен оның 7 сүйкімді кішкентай лағы болыпты. Бірде ана ешкі орманға азық іздеуге бара жатып лақтарына қатты тапсырма берді. Есікті ешкімге де ашпаңдар. Есіңде болсын, менің даусым нәзік, ал аяғым ақ болады. Анасы кетісімен есікті қағып, сырттан жуан, қорқынышты даусы естілді. Есікті ашыңдар, лақтарым. Мен сендердің аналарыңмын. Лақтар, жоқ, сен біздің анамыз емессің, оның даусы нәзік деді. Ашуланған қасқыр тамағын жұмсартып табанына ұн жағып қайта келді. Енді оның даусы нәзік, ал табаны апақ болып көрінді. Сенген лақтар есікті бірден ашады. Есік ашылысымен қасқыр ішке кіріп 6 лақты ұстап алды. Қорқып үлгерген ең кішкентай лақ сандықтың ішіне тығылып аман қалды. Көп ұзамай ана ешкі үйге оралды. Үй іші быт-шыт, ал лақтар жоқ. Ол қатты қайғырды. Бірақ кенеттен сандықтан кішкентай лақтың сыбыры естілді. Кішкентай лақ бәрін айтып берді. Екеуі бірге қасқырды іздеп, оны өзен жағасында іші толып ұйықтап жатқан жерінен тапты. Қасқырдың іші қозғалып тұрған еді. Ана ешкі тез арада қайшымен жіп тауып алып, ұйықтап жатқан қасқырдың ішін жырып, 6 лақты аман есен шығарып алды. Ана ешкі мен оның 7 лағы үйлерінде қайта қауышып бақытты ғұмыр кешті.